Өрлеу біліктілікті арттыру орталығында 2 қыркүйектен бастап курстан өтіп жатыр. Техникалық, кәсіптік білім берудегі инклюзивтің аспектілері деген тақырыпта. Бұл жерде көптеген ЕБқ балалар туралы тақырыпта өрбіді. Бізге ұнаған жерлері өте пайдалы әдіс-тәсілдерді қолдану арқылы, көп нәтижелерге қол жеткізу арқылы, тәжірибемен бөлісіп, болған барлық педагогтар әдіс-тәсілдерін қолдану арқылы тәжірибесімен бөлісті. Бізге өте қатты ұнағаны Ырыскүл Жұмажанқызына алғысымызды білдіреміз. Себебі көптеген әдіс-тәсілдер туралы теориялық, практикалық жөнінде барлығын түсіндіргені, барлығын айтқаны өте қатты ұнады. Сол курстар әлі де жалғасын таба берсе екен деген тілек білдіреміз. Біз 2 апта бойы осы курста болдық. Курс жетекшіміз Ырыскүл Жұмажанқызы біздерге әртүрлі ақпараттар берді. Соның ішінде PISA, STEM, белсенді білім беру жүйелерімен таныстық, әртүрлі ойындар ойнатып, өзінің тәжірибесімен бөлісті. Болашақта осы курс жетекшіміз үйреткен тәжірибелері арқылы ЕқБ балдармен тиімді жұмыс істейміз деп ойлаймын. Біз 2 қыркүйектен бастап техникалық және кәсіптік білім берудегі инклюзивті оқытудың негізгі аспектілері атты курстан өтудеміз. Курс жетекшіміз Нұрова Ырыскүл Жұмажанқызы. Мен бұл курстан өз тәжірибеме көптеген әдіс-тәсілдерді қостым. Себебі курс барысында ерекше қабілеті бар балалармен жұмыс жасаудың әдіс-тәсілдерінен басқа да сабақта жаңа ақпараттық технологияларды қолданудың тиімді жолдарын көрсетті. Ағымдағы жылдың 11 қыркүйегі күні тренер Нұрова Ырыскүл Жұмажанованың жетекшілігімен техникалық және кәсіптік білім беру саласында қызмет ететін педагогтардың құзыреттілігін арттыру мақсатында ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды оқытудың әмбебап дизайны тақырыбында көшпелі тәжірибелік семинар болып өтті. Семинар Қабиболла Сыдықов атындағы Маңғыстау облыстық кітапханасында басталды. Біз, яғни қатысушылар, кітапханада көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтарға арнап жабдықталған кабинетте болдық. Бұл кабинетте біз әртүрлі құрылғылармен және аудио кітаптармен таныстық. Бұдан кейін семинар номері 16 жалпы білім беретін мектепте жалғасты. Бұл мектепте ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларға арнап жасалған кабинетте болдық. Бұл кабинетте де әдейі арналып алынған құралдармен, құрылғылармен таныстық. Бұл тәжірибелік семинар қатысушылардың білігін арттырып қана қоймай, сонымен бірге оқытудағы әртүрлі инновациялық тәсілдерді зерделеп бақылауға, қарауға және қолдануға шабыттандырды.